Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шығыс тағамы қойру лағман әзірлейтін боламыз. Дәмі керемет, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осында керемет дәмді хит рецепттерін жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушан басып қойыңыздар. Ең алдымен етімізді маринадтаймыз. Мен сиыр етін қолдандым. Егер қойдың еті болса, қойдың етінен жасалған дұрыс. Өте жұмсақ, балғын болады. Етімізді турайтынның алдында морозильникке жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Сонда оңай әрі жеңіл туралатын болады. Бір жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып, 4-тен 1 бөлігін қосатын боламыз. Кукурузный крахмал қосамыз. Соевый соусымызды саламыз. Мұздай суымызды құямыз, я болмаса газдалған суды қосамыз. Газдалған су қосылса өте жұмсақ болады. Және тұз қосамыз. Осы етімізді жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкаға салып, бір түнге, я болмаса 2-3 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Ұнымызды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Салқын суымызға тұзымыз салып, тұзымыз жақсылап еру керек. Ұнымыздың үстіне құйып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қаттылау болып шығады. Міне бізде қамыр дайын болды. Енді осы қамырды 5 минуттай июін қандырамыз. 5 минут жақсылап елеп болған қамырды пакетке салып, 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут қанып тұрған қамырды қайтадан алып, жақсылап елейміз тағы да 5 минуттай, сосын тағы да 20 минутқа пакетке салып қоямыз. Міне 20 минут өтті. 20 минут өткеннен кейін қамырымызды тағы да алып, тағы да 3-ші мәрте қайтарып, қайтадан 20 минутқа пакетке салып қоятын боламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Қамырымызды қолың көмегімен басып, я болмаса оқтаумен жайып, пышақтың көмегімен ұзынша етіп кесіп шығатын боламыз. Кесіп алған қамырымызды екі бетінен майлап, тарелкамызге салып, пакетпен жел кірмейтіндей етіп, пакетпен байлап қоямыз 20 минутқа. Міне енді екінші тарелкамызды майлап, қамырымызды шетінен алақанның көмегімен жайып шығатын боламыз, ұзынша етіп. Міне осылай спираль тәріздес орап шығамыз. Сыртынан пакетке орап 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Міне 15 минут өтті. Қамырымызды шетінен алып, алақанның көмегімен орап, алақанымызбен шиіріп шығатын боламыз. Егер де лағмандарыңыздың бір шеті қалың, бір шеті жұқа болатын болса, міне видеодағыдай саусақтарыңыздың ұшымен жасайсыздар, орайсыздар. 2-3 рет орап болғаннан кейін алақандарыңызға осылай орап, столдың үстіне ұрып жұқартасыздар. Алдын ала қайнап тұрған тұзды суымызға лағманның қамырын салып, 1-2 рет бұрқ еткізгенше қайнатып аласыздар. Дайын болған лағманның тестасын майлап, легенге жайып қоятын боламыз. Қатты қызып тұрған майымызға етімізді қуырып алатын боламыз. Пекин капустасын үлкен етіп тураймыз.
Светофор болгар перецтерін үлкенше етіп, кубиктеп турап шығатын боламыз. Етіміздің суы сәл тартылған соң, томатный паста, чеснок, сельдерей, паприка, болгар бұрыштарын, пекин капустасын, болгарский перецтеріміз салып, 2-3 минут қуырып алатын боламыз. Ең соңында имбир мен сарымсақтың суын құятын боламыз. Ең соңында көкшөптерімізді кинза, укроп, петрушка, тұзымызды салып 1-2 минут қайнатамыз. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бауырсақ фуд. Ас болсын.